Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгін біз биология пәні бойынша 10-шы сыныпқа арналған сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мидың құрылысы мен қызметтері. Оқу мақсаты мидың құрылысы мен қызметтерін оқып білу. Критерийлері: мидың құрылысы мен қызметтерін анықтау, мидың бөлімдерін білу, үлкен ми сыңарларын ажырату. Ми бас сүйектің ми сауытының ішінде орналасқан. Мидың орташа салмағы шамамен 1300-1400 грамм. Мидың сұр және ақ заты болады. Сұр зат сыртында, ал ақ зат ішінде болады. Мидың ақ затынан өткізгіш жолдар түзіліп, миды жұлынымен байланыстырады. Мидың бөліктері: мыйшық, сопақша ми, ортаңғы ми, аралық ми және үлкен ми сыңарлары. Мыйшық өткізгіш жолдар арқылы орталық жүйесінің барлық бөлімдерімен байланысады. Оның негізгі қызметі қимылды үйлестіру, тепе-теңдікті сақтау және бұлшықет тонусын қалыпты деңгейде ұстау. Егер де мыйшық зақымданса, бұлшықет тонусы күрт төмендеп, олар әлсіреп босаңсиды. Қимыл қозғалыс бұзылып, тепе-теңдікті сақтау мүмкін болмайды. Сопақша ми. Сопақша ми мен оған жанаса орналасқан көпірде тыныс алу, шайнау және жұтыну қозғалыстарын, жүректің іс-әрекетін, зат алмасуды реттейді. Сонымен қатар, сопақша ми арқылы жүзеге асатын рефлекстер түшкіру, жөтелу, көзді жыпылықтату. Ортаңғы ми. Мидың бұл бөлімі бұлшықет тонусын, басты бұру, жарыққа қарау, көздің қарашығын реттейді. Аралық ми. Құрылысы біршама күрделі, онда көру төмпешіктері, солғын дене және төмпешік асты аймағы орналасқан. Аралық ми күрделі, туа біткен, үйлестірілген қозғалыстардың, яғни шартсыз рефлекстердің, түйсіктің мүшесі болып табылады. Аралық мидың қызметі зат алмасу, жүрек қан тамырлар жүйесін, ішкі секреция бездерін, зәр шығаруды, ұйқыны реттейді. Және үлкен ми сыңарлары. Үлкен ми сыңарлары оң жақ және сол жақ сыңарлардан тұрады. Мысалы, адамның ми сыңарының сол жағының қызметі басым болса, ол оңқай, ал оң жағы басым болса, ол адам солақай. Мидың сол жақ бөлімі біздің логикалық ойлау қабілетімізге жауапты. Мысалы, есеп шығару, есептеу. Ал оң жақ бөлімі шығармашылық бағытқа бейім. Мысалы, музыкаға бейімділік, сурет салуға қабілетті. Үлкен ми сыңарларының құрылысы: ми сыңарлары ірі жүлгелермен бірнеше бөліктерге бөлінеді. Жүлгелер 3 түрге ажыратылады: орталық жүлге, бүйірлік жүлге және төбе. Орталық жүлге маңдай бөлігін төбе бөлігінен ажыратады. Бүйірлік жүлге самай және төбе бөліктерін ажыратады. Төбе шүйде аралық жүлге төбе және шүйде бөліктерін бір-бірінен ажыратады. Білім алушылар қалыптастырушы бағалау, яғни тапсырма. Төменде суретте адан В-ға дейінгі ми бөлімдерін анықтаңыз. Және В мен С-ға ми бөлімдерінің қызметін жазыңыз. Үйде тапсырма: ми бөлімдерінің қызметін кестеге толтыру, яғни дәптерге
ми бөлімдерінің қызметтерін толтырамыз. Соныменен кері байланыс бүгінгі сабаққа білім алушылар сөйлемді аяқтаңыздар. Бүгін маған қиын болды. Не қиын болды? Соны жазыңыздар. Және маған мұғалімнің көмегі қажет. Қандай көмек қажет? Соны кері байланыс ретінде жазып жіберіңіздер. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.